Алла елшісі ол кісіге Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: шын мәнінде Аллахтың 99 есімі бар, бірі кем 100. Кім оларды түгендеп санаса жәннатқа кіреді. Ислам ғұламалары Аллахтың көркем есімдерін түгендеп санау 3 деңгейді қамтитындығын айтқан. Бірінші, осы есімдерді түгендеп тану. Екінші, осы есімдердің қамтыған мағынасы мен мәнін түсіну. Үшінші, осы есімдерді пайдалана отыра Аллахқа дұға ету, мағыналарына сәйкес амал ету. Аллахтың көркем есімдері. Аллах, Бүкіл жаратылыстың құдайы және Раббысы. Ол пенделер бас иіп сәжде жасайтын жалғыз құдай. Әл-әуәл, Бірінші, алғашқы, әуелгі. Ол бүкіл нәрсенің алғашқысы. Аллах тағала әуелден бар. Әл-әхир, Соңғы, ақырғы. Аллахтан кейін еш нәрсе болмайды. Ол мәңгі қалушы. Әл-захир, Анық, үстем. Ол бәрінен де биік. Одан жоғары еш нәрсе жоқ. Әл-бәтин, Жақын, жасырын. Ол жақын, бәрін қамтып тұрушы. Бүкіл құпия сырлар оған айқын. Әл-али, Биік, жоғары. Оның өзі де, мәртебесі де бәрінен жоғары. Әл-ә'ля, Ең жоғарғы. Ол шексіз биіктікте, бәрінен жоғары. Әл-мутаал, Асқақ. Асқақтығына жаратылысында ұқсастық жоқ. Ұғымнан тыс, шектеусіз. Әл-азим, Ұлы. Ол есімдері мен сипаттарында ұлы болған Аллах. Әл-мәджид, Даңқты. Ол жер мен көкте даңқ, жомарттық, үстемдік пен биік мәртебе иесі. Әл-кабир, Үлкен. Одан үлкен еш нәрсе жоқ. Үлкендігінде шек жоқ. Әс-сәми', Естуші. Ол барлық сырлар мен сыбдырды естейді. Ол өзінен сұрап дұға жасағандарды естіп жауап береді. Әл-басир, Көруші. Оның көруі анық және жасырын әлемдердің барлығын қамтиды. Әл-алим, Білуші. Ол барлық нәрселердің сырты мен ішін, өткені мен қазіргі жағдайын және болашағын толық біледі. Әл-хабир, Хабардар. Ол дүниедегі бүкіл істерден хабардар. Әл-хамид, Мақтаулы. Аллах тағала барлық уақытта, барлық жерде мақтауға лайық жалғыз тәңір. Әл-азиз, Үстем. Жаратушы Аллах кемел үстемдіктің, ұлы күш пен шексіз қуаттың егесі. Әл-қадир, Аса құдіретті. Оның құдіреті бүкіл нәрсеге жетеді. Әл-қадир, Шамасы жетуші. Шамасы жетпейтін нәрсе жоқ. Әлсіздікке ұрынбайды. Қалаған кезінде пайда да, зиян да бере алады. Әл-мұқтадир, Өте қуатты. Аллахтың мықтылығында, өктемдігінде, әл қуатында шек жоқ. Әл-қауи, Күшті. Бүтіндей күш қуат егесі. Аллах бермесе, құлдарының күші еш нәрсеге жетпес еді. Әл-мәтин, Мықты, берік. Ол барлық болмысты жоқтан бар етті. Оның істерінде машақат, ауыртпашылық және шаршап шалдығу болмайды. Әл-ғани, Бай. Байлықтың шынайы иесі. Бүкіл жаратылыс кедейлікте. Оған олар әрдайым мұқтаж болып, оның игіліктері мен көмегін қажет етіп тұрады.
Әл-Хаким. Дана, хикмет иесі. Ол мінсіз даналық пен шексіз биліктің иесі. Жан жақты білімімен шебер бөліп беруші, әділ үкім жүргізуші. Әл-Халим. Байсалды, ұстамды. Аллах тағала пенделерін жазалауға құдіретті болса да, оларды жазалауға асықпайды. Керісінше оларға кеңшілік жасайды, жарылқау сұрағанды кешіреді. Әл-Афу. Ғафу етуші, күнәні өшіріп оны кешіруші, құлдарына аса мейірімді, ерекше кеңшілік етуші. Әл-Ғафур. Кешіруші, Аллах тағала тәубені қабыл етіп, үлкенді кішілі күнәлардың барлығын кешіреді. Әл-Ғаффар. Өте кешірімді, ешқашанда кек тұтпайды, жазалауға бірден ұмтылмайды. Әт-Тауаб. Тәубені қабыл алушы, құлдарының тәубелерін қабылдауда ешбір шаршап қалжырауға, жалығуға ұрынбайды. Әр-Рақиб. Бақылаушы, ол өз жаратқандарын әрдайым назарында ұстайды, олардың амалдарын жазып сақтап қояды. Әш-Шахид. Куәгер, ол барлық істерге куә, күнәлер мен жақсылықтарға айғақ болады, ешкім одан жасырынып қала алмайды. Әл-Хафиз. Сақтаушы, қорғаушы, Аллах өзінің пенделерін және олардың амалдарын өз кеңшілігімен сақтап қояды, таңдаған құлдарын бүкіл жамандықтар мен ұнамсыз істерден қорғап отырады. Әл-Латиф. Аса қырағы, жұмсақ, одан еш нәрсе жасырын қала алмайды. Ол пенделеріне жақсылық пен пайдалы нәрселерді жасырын жолмен, олар күтпеген жерден жеткізіп тұрады. Құлдармен барлық мәселелерде аса жұмсақтықпен қарым-қатынас жасаушы. Әл-Қариб. Жақын, ол адамға күре тамырынан да жақын, мүмін құлдарына қамқорлығы және қолдауымен ерекше түрде жақын. Әл-Муджиб. Жауап қатушы, ол өзінің білімі мен хикметіне сай, өзінен сұрап жалбарынғандардың тілегін қабыл етеді, еш уақытта жауапсыз қалдырмайды. Әл-Вадуд. Жақсы көруші, Аллах пайғамбарларды, періштелерді, салихалы құлдарды жақсы көреді, әрі оларға жер бетіндегілердің сүйіспеншілігін нәсіп етеді. Әш-Шакир. Құлдарының қадірін білуші, ол өзіне бойсұнған пенделерін мақтап мадақтаушы, берілген нығметтерге шүкір еткендер үшін пенделердің ризық несібелерін арттырады. Әш-Шакур. Шүкір етуші, алғыс білдіруші, Аллахтың шүкір етуі пендесін шүкір етуге бағыттауы, әрі одан шүкірлігін қабылдауы. Әс-Сайид. Мырза, қожайын, ол бүкіл жаратылыстың бірегей қожасы, олардың иесі әрі раббысы. Әс-Самад. Мұқтажсыз, мұңсыз, ол игіліктеріне бүкіл жаратылыс шексіз мұқтаждықтарын білдіріп, қорлана бас етін жалғыз Аллах. Ол мәңгілік, ешқашан ешкімге және еш нәрсеге мұқтаж емес. Әл-Қахир. Бағындырушы, ол болмысты бағындырып, жаратылғандарды өзіне құл етуші, Аллахтың қалауы мен құдіретінің алдында барлығы тізе бүгеді. Әл-Қаххар. Өктем, аса қаһарлы, ол күйретуші әрі жоюшы күш-қуаттың иесі, барлық нәрсе оның рұқсатымен қозғалып тыныштық табады. Әл-Джаббар. Қалағанын орындаушы, жаббар ие, оның қалауы міндетті түрде орындалады. Ол сынақтар беруші, кедейді байытады, қиналғанды демейді, әлсіздерге көмектесіп, ауруға шипа береді. Әл-Хасиб. Жеткілікті болушы, есепке тартушы, Аллах тағала өз құлдарының дүниелік және рухани барша мұқтаждықтарын өтейді, жамандықтардан сақтайды.
жамандыққа жамандықпен, жақсылыққа жақсылықпен жауап береді. Әл-хади. Тура жолға салушы. Ол әрдайым құлдарына тура әрі жақсылыққа жеткізер жолды көрсетуші. Жамандықтан бет бұрғызып дұрыстыққа бағыттаушы. Әл-хакам. Үкім етуші, әділ қазы. Аллах әрдайым өз үкімдерін асқан әділдікпен әрі шебер дәлдікпен шығарушы. Әл-құддус. Таза, пәк. Аллах әрбір айып нұқсаннан жан-жақты пәк әрі таза. Оған ұқсас еш нәрсе жоқ. Ұқсастардан таза. Оның сипаттарының кемелдігі шексіз. Пәктігінде мін жоқ. Әс-сәлам. Сау, мінсіз, бейбітшілік сыйлаушы. Аллах кемшілік қате атаулыдан ада. Ол әйелге, балаға және өзіне деңгейлес біреуге мұқтаж емес. Сондай-ақ ешбір серігі теңдесі жоқ. Әл-бар. Жақсылық етуші. Аллах салихалы және күнәһар пенделерінің барлығына жақсылық қылушы. Ешбір жаратылыс Аллахтың игіліктерінен тыс қас-қағым сәтте өмір сүре алмас еді. Әл-ваххаб. Сыйлаушы. Ол мейірімі мен жомарттығы барлық болмысты қамтыған жалғыз Аллах. Ол көркем басқарушы. Жақсылығы шексіз, сый-сияпаты есепсіз. Ар-рахман. Аса рахымды. Аллахтың рахымы өте кең. Оның рахымы өз даналығымен барша жаратылғандарды қамтыған. Ар-рахим. Ерекше мейірімді. Аллах тағала салихалы пенделерін бұл дүниеде де, ақыретте де мейірімге бөлеп кешіруші. Әл-кариму. Жомарт. Қайыры мол, кеңдік жасаушы, сый тартулары көп. Ол кез келген затты өз қалауымен таңдаған пендесіне қандай мөлшерде болса да бере алады. Әл-акрам. Ең жомарт. Оның жомарттығынан асқан жомарттық жоқ. Жомарттықта оған тең келер ешкім жоқ. Ар-рауфу. Мейірбан, есіркеуші. Ол өте жұмсақ, жанашыр, дөрекіліктен ада. Күнәһарлардың тәубесін жылдам қабыл етуші. Құлының тәубесіне ерекше қуанады. Әл-фаттаху. Ашушы, жеңіс беруші. Өзіне бойсынған әрі сүйген құлдарына таным есіктерін ашып, терең түсінік білім береді. Істерді жеңілдетіп, қиындықтардың шешімін ұсынады. Ар-разиқ. Ризық беруші. Аллах әрбір тіршілік егесін азықтандырады, қорек береді. Ар-раззақу. Ризықты мол етіп беруші. Барша құлдарына ризықтарын үстемелеп әрі еселеп беруші. Жер бетіндегі үлкенді кішілі әрбір тіршілік егесін ризықтандыру Аллахтың құзыретінде. Әл-хайю. Тірі. Аллах мәңгілік тірі тіршілік егесі. Оның тірі болуы әрдайым әрі толыққанды. Оның тірі болуының басы мен соңы жоқ. Алайда оның болмысы мен тірі болуы жаратқандарына еш ұқсамайды. Еш уақытта ұйықтамайды, тіпті қалғымайды. Әл-қойюму. Тұрғызушы. Ол тәңірлігі кемелденген жалғыз жаратушы. Раббымыз еш нәрсеге мұқтаж емес. Басқа тіршіліктің баршасы өмір сүріп тұрулары үшін оған мұқтаж. Нурус самауати вәл ард. Аспандар мен жердің нұры. Ол бүкіл әлемдерді нұрландырады. Ол Құран мен сүннеттің нұры. Аллах иман нұрын сыйлаушы. Ар-рабб. Раббы. Ол жаратушы, патша, қожайын. Жаратылысты өсіруші, тәрбиелеуші, қамқорлық жасаушы. Барлығының тағдыры оның қолында.
Al-Malik. Патша. Ол шынайы Раббы, шынайы Тәңір, аса мейірімді, ерекше әділ, қайырымды басқарушы, құлшылыққа лайық жалғыз жаратушы. Al-Malik. Ие қожайын. Ол барлық нәрселердің иесі, бүкіл нәрселер оған ғана тән. Ол жалғыз өзі жаратады, бұйырады, сыйға бөлеп жазаға тартады. Барлық нәрсе оның құлы, оған мұқтаж, оның қарауында. Маликул Мулк. Патшалықтың патшасы, билік егесі. Аллахтың патшалығы мен билігі бүкіл тіршілік болмысын қамтиды. Бұйыратын, тыйым салатын, күшейтетін, сондай-ақ қорлай алатын шынайы ұлық патша. Ал-Вахид. Бір. Ол бір өзі ғана бүкіл ғаламды басқаруында ұстайды. Мақтау мадақтарға, көркемдік пен сұлулыққа бір өзі ғана лайық. Кемел даналық пен шексіз мейірім бір өзінде ғана. Ал-Ахад. Жалғыз. Ол барлық кемел сипаттарымен жалғыз. Кемелдіктің барлық түрі оған ғана тән. Ешкім оған затында да, сипаттарында да ұқсай алмайды. Оның ешбір серігі жоқ. Құлшылықтың барлығы да жалғыз өзіне ғана арналады. Ал-Мутакаббир. Тәкаппар, басқалардан жоғары тұрушы. Ол өзінің ұлылығы мен тәкаппарлығының себебінен бүкіл жамандық пен кемшілік атаулыдан алыс әрі жоғары. Ал-Халиқ. Жаратушы. Ол тіршілікті жаратушы, өмір сыйлаушы, теңдессіз даналығымен барлығына пішін, көркем бейне беруші. Ал-Халлақ. Жасаушы, жаратушы. Аллахтың жаратып, жасаған нәрселері көп, әрі есепсіз. Ол жаратылыстың әрқайсысын бір-біріне ұқсатпай, сан алуан түрде жасаушы. Ал-Бари. Жоқтан бар етуші. Ол бұрын болмаған нәрсені жасаушы, жоқ жерден пайда қылушы. Қалаған нәрсесіне бол десе, ол пайда болады. Ал-Мусауир. Бейне беруші. Аса құдіретті Тәңір қалаған жаратылысын қалаған кейіпке енгізеді. Құлдарына қайталанбас кескін келбет сыйлап, мейірім шарапатымен бір-біріне ұқсамас көркем бейнелерде сомдайды. Ал-Му'мин. Амандық беруші, қауіпсіздік сыйлаушы, қорғаушы. Дүние мен ақыреттегі амандық пен барлық тыныштық атаулы оның сыйы. Ол өзіне иман келтірген пенделерін қандайда бір әділетсіздіктен, азаптан және қиямет күнінің алапат үрейлі қорқыныштарынан аман сақтайды. Ал-Мухаймин. Аса бақылаушы, тым қырағы. Ол өте құпия, тым жасырын жағдайларды білуші, бүкіл іске куәгер, барлығын бақылаушы. Пенделердің істерінің ешқайсысы оның білімінен тыс қалмақ емес. Ал-Мухит. Қамтушы. Ол білімі, құдіреті, мейірімі және билігі бүкіл болмысты қамтыған жалғыз жаратушы. Ол білуге, көруге, естуге мүмкін болған барлық құбылысты қамти алады. Ал-Муқит. Азықтандырушы. Ол жаратылыстың ризық несібесін жаратып, оны оларға жеткізуді өз міндетіне алған. Баршасын өмір сүрулері үшін керекті азықпен қамтамасыз еткен. Ол қалаған пендесіне молынан сый-сияпат береді, әрі әрбір ағзаға қорегін беріп, күш-қуат сыйлайды. Ал-Вакил. Сенімді уәкіл, тәуекел етілуші. Ол әлемдерге қамқорлық жасаушы. Пенделерді жаратып, олардың қажеттіліктерін өтейді. Салихалы құлдары әрекет жасаудан бұрын өз істерін оған тапсырады. Еңбек еткенде одан жәрдем сұрайды. Ол тәуекел етуге лайық жалғыз Тәңір. Зул Джалали вал Икрам.
Даңқ пен құрмет егесі. Аллах тағала ұлы, мейірімді, шексіз жомарт, кемелде толық сипаттарына сай барлық мақтау мадаққа лайық. Әрдайым мәңгілік даңққа ие, ерекше құрметті. Жамиун нас. Адамдарды жинаушы. Ол қиямет күні бүкіл адам баласын есепке тарту үшін бір жерге жинайды. Әр пендеге жақсы жаман амалының барлығын көрсетеді. Аса құдіретті Раббының қаперінен ешбір амал ұмыт қалмайды. Амалға сай сый немесе жаза береді. Бадиус самауати вал ард. Аспандар мен жерді жаратушы. Ол бұрын мүлдем болмаған аспандар мен жерді жаратты. Оларды көркем әрі сұлу жаратылыстармен толтырды. Әрі оларды тамаша реттілікте, асқан үйлесімділікте, ерекше дәлдікпен орналастырды. Әл-Кафи. Жеткілікті болушы. Аллах тағала құлдарына керекті бүкіл қажеттіліктерін өтейді. Оларға ризық несібелерін жеткілікті етіп белгілеген. Сұраушыларға үміт қылып, тәуекел етушілерге жалғыз өзі жетіп артылушы. Әл-Васи. Кең, дархан. Аллах тағала аса кең қасиеттер мен көркем сипаттарға өте бай. Ешкім оның сипаттарының есебіне жетіп түгендей алмайды. Оның ұлылығы мен билігі, кешірімі мен мейірімі кең. Оның жомарттығы мен берген игіліктерінде шек жоқ. Әл-Хақ. Хақ, шын. Оның сипаттарының кемелдігі соншалық, Аллахсыз ешкім тіршілік ете алмас еді. Оның сөздері, істері, пайғамбарлары, кітаптары және онымен кездесу барлығы ақиқат. Әл-Джамил. Сұлу. Аллах тағаланың өзі, есімдері мен сипаттары, сондай-ақ бүкіл істері сұлу, көркем. Жаратылысындағы сұлулық тек Аллахтың тарапынан ғана берілетін сый. Ар-Рафиқ. Дос, жұмсақ. Ұлы Аллах құлдарына бақытсыздық пен қиындықтарда жәрдемдеседі. Сондай-ақ құлдарына әрдайым жұмсақ болғанды жақсы көреді, әрі құлдарының ішінен жұмсақ болғандарды сүйеді. Әл-Хай. Ұятты. Аллах ұлы ұят егесі. Ол дұға қылып жалбарынып сұраған құлдарының қолдарын бос қайтаруға ұялады. Әс-Ситтир. Кемшілікті жасырушы. Ол пенделерінің көптеген кемшіліктерін жасырады. Ұстамдылық танытып, оны басқаларға жария етпейді. Әл-Иләх. Тәңір. Ол барлық көркем қасиеттер мен кемел сипаттардың иесі болған жалғыз Тәңір. Одан басқа құлшылыққа лайықты Тәңір жоқ. Әл-Қабид. Ұстап тұрушы. Ол ризық несібені және адамдардың рухтарын ұстап тұрушы. Кейде пенделерін сынау мақсатында өз хикметімен ризықтарын кешеуілдетеді. Әл-Басит. Жайып қоюшы. Ол өзінің жомарттығымен әрі мейірім шапағатымен пенделеріне ризықтарын жайып береді. Ризық беріп өз хикметімен қанағат пен шүкірліктерін сынайды. Әл-Муъти. Беруші. Ұлық Аллах қалаған пендесіне өз қазыналарынан қалағанынша беруші. Аллахтың беретінін өзге ешкім алып қоя алмайды, алғанын ешкім қайтып бере алмайды. Әл-Муқаддим. Ілгерілетуші, алға шығарушы. Ол қалаған нәрсесін алға оздырып шығарады. Қалауы мен хикметіне сәйкес әр нәрсені өз орнына қояды. Білімі әрі кеңшілігімен жаратылғандарды бір-бірінен артық қылады. Әл-Муаххир. Кейіндетуші, артта қалдырушы. Аллах тағала қажет деген нәрсесін артқа жылжытады, лайықты өз орнына қояды. Күнәһар пенделері тәубеге келіп, кешірім өтінгенге дейін олардың жазаларын кейінге қалдырады.
المبين Анық. Оның жалғыз дара тәңір екені анық. Оның басқаруы үкімі мен құлдарына деген мейірімі де анық. المنان Игілік беруші, жомарт. Аллах өте жомарт, бай. Тіршілікке өмір беріп, көркем көріністер сыйлаушы. Пенделеріне ақыл, сана, тіл, денсаулық берді. Сансыз жақсылықтар мен есепсіз игіліктерге бөлеп қойды. Нығметтерінің соңы жоқ, барлық мақтау оған тән. الولي Басқарушы, қамқоршы, дос. Ол барлық әлемдердің басқарушысы, аса қамқор, құлдарының мұқтаждықтарын әрқашан өтеп тұрады. Оларды рухани және материалды қажеттіліктердің барлығымен қамтамасыз еткен. المولى Мырза, жақын құлдарына қамқоршы. Аллах өзіне мойынсынған құлдарының досы, қолдаушысы, демеушісі әрі қамқоршысы. Олардың дүние істері мен діни істерін реттеуге жәрдемдеседі. النصير Жәрдемші, жеңіс беруші. Құдіретті де ұлық Аллах өз құлдарын еш уақытта жәрдемсіз қалдырмайды. Ол нағыз жәрдемші, сүйген құлдарына жеңіс береді, қарсы келгендерге жеңіліс тапқызады. الشافي Шипа беруші. Ол жүректер мен денелерді, тән мен жанды дерттерден айықтырушы. Аллах сондай-ақ өзінен жәрдем сұраған пенделерін жаман әдеттер мен ұнамсыз қылықтардан да емдейді. Оларды рухани байытып, көркем мінезбен безендіреді.